Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі талқылайтын тақырып холинергиялық препараттар. Бүгінгі лекцияны бастамас бұрын жүйке жүйесі қалай жіктеледі соны талқылап өтейік. Себебі холинергиялық препараттар жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар болып табылады. Жүйке жүйесі негізінен екіге жіктеледі: орталық жүйке жүйесі және перифериал жүйке жүйесі болып. Орталық жүйке жүйесіне бізде ми мен жұлын жатады, ал перифериал жүйке жүйесіне сол ми мен жұлыннан тарайтын барлық нервтер жатады. Перифериал жүйке жүйесі эфферентті және афферентті деп жіктеледі. Егер миды алатын болсақ, мынау миға сигналды әкелетін нервтердің тобы афферентті нервтер, ал мидан сигналды әкететін ол эфферентті нервтер болып табылады. Эфферентті нервтер өзі соматикалық жүйке жүйесі және автономды жүйке жүйесі деп бөлінеді. Автономды дегеніміз екінші атауы вегетативті жүйке жүйесі. Соматикалық жүйе ол барлық қанқа бұлшықеттер нервтендіреді, біздің еркімізге бағынатын. Ал автономды жүйе ол барлық ішкі органдарды нервтендіреді, біздің еркімізге бағынбайды. Автономды жүйе өз кезегінде симпатикалық және парасимпатикалық жүйе деп екіге бөлінеді. Бүгінгі лекцияда біз холинергиялық препараттарды талқылаймыз, ал холинергиялық препараттар осы парасимпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Келесі видеода біз адренергиялық препараттар талқылайтын боламыз, ал адренергиялық препараттар симпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Адренергиялық препараттар симпатика, холинергиялық препараттар парасимпатика. Вегетативті жүйке жүйесі барлық ішкі органдарды нервтендіреді деп алдыңғы слайдта айттық, бірақ барлық ішкі органдарға сигнал қалай тарайды? Мидан, жұлыннан сигнал қалай ішкі органдарға беріледі? Мидан шығатын нейрондар тобы екіге жіктеледі: преганглиандық нейрон және постганглиандық нейрон. Сигнал бірден ішкі органға бармайды, ортада үзіліс болады. Мысалы, жұлыннан шыққан сигнал бірінші преганглиандық нейрон арқылы беріледі, нейронның ұшына дейін. Нейронның ұшына келгеннен кейін ортада үзіліс бар. Үзіліс болғандықтан преганглиандық нейрон арнайы медиаторларды бөледі, нейромедиаторлар. Нейромедиаторлар сосын екінші постганглиандық нейронның ганглионмен байланысып сигналды ары қарай жібереді. Сосын постганглиандық нейронның ұшынан нейромедиаторлар бөлінеді да, нейромедиаторлар әсер етуші органның рецептормен байланысып өз әсерін береді. Ганглион дегеніміз ол жүйке жасушаларының кластері. Мына жерде мынау ганглион көрсетілген. Сонда тағы да бір қайталайым. Жұлыннан, мидан сигнал беріледі бірінші преганглиандық нейронға. Преганглиандық нейрон мына жерде нейромедиаторларды бөледі да, сигналды постганглиандық нейронға беріледі. Постганглиандық нейрон сигналды қабылдағаннан кейін сигнал постганглиандық нейрон ұшына дейін келеді да, ұшынан нейромедиаторлар бөлініп, сосын сигналды әсер етуші органға береді. Орган сигналды қабылдағаннан кейін орган соған жауап ретінде өз әсерін көрсетеді. Мидан шығатын жүйке талшықтарының тобы эфферентті жүйе соматикалық және автономды деп бөлінеді деп жаңа айттық. Соматикалық жүйке жүйесі қанқа бұлшықеттер нервтендіреді. Соматикалық жүйке жүйесінде ганглия болмайды. Бір ұзын нейрон бұлшықеттерге дейін барады да, нейронның ұшынан нейромедиатор ацетилхолин бөлініп, бұлшықеттерде орналасқан никотиндік рецептормен байланысып, бұлшықеттерге өз әсерін көрсетеді. Бұлшықеттер ацетилхолин байланысқаннан кейін бұлшықеттер жиырылады. Және автономды жүйе симпатикалық және парасимпатикалық болып жіктеледі. Жаңа айттық, симпатикалық, парасимпатикалық жүйеде преганглиандық нейрондар бар, преганглиандық нейрондар тобы және постганглиандық нейрондар бар. Преганглиандық нейроннан постганглиандық нейронға сигнал арнайы нейромедиатор арқылы беріледі. Ол парасимпатика жүйесінде преганглиандық нейроннан ацетилхолин бөлінеді, және постганглиандық нейроннан тоже ацетилхолин бөлінеді. Ацетилхолин бөлінгеннен кейін органдарда орналасқан мускариндік рецептормен байланысып өз әсерін көрсетеді. Ал симпатикалық жүйке жүйесінде преганглиандық нейрон ацетилхолин бөледі. Ацетилхолин сигналды постганглиандық нейронға береді, ал постганглиандық нейроннан бізде симпатикалық жүйеде норадреналин бөлінеді. Норадреналин бөлінгеннен кейін органдардағы адренергиялық рецепторлармен байланысып өз әсерін көрсетеді. Және бүйрек үсті безінің симпатикалық иннервациясы бұл жерде жұлыннан шыққан нервтар ацетилхолинді бөледі. Ацетилхолин бөлгеннен кейін бүйрек үсті безінде орналасқан рецептормен байланысады. Бүйрек үсті өздеріңіз білетіндей екі қабаттан тұрады. Қыртысты қабаты, сыртқы қабаты және ішкісі мыйлы қабаты. Мыйлы қабатынан бізде адреналин бөлінеді қанға. Қанға бөлінгеннен кейін адреналин
барлық органдарға тарап, адренергиялық рецептормен байланысып, өз әсерін көрсетеді. Жаңа айтып өттік, вегетативті жүйке жүйесі симпатикалық және парасимпатикалық деп екіге жіктеледі. Бүгінгі тақырып холинергиялық препараттар ол парасимпатика жүйке жүйесіне әсер етеді, ал симпатикалық жүйке жүйесіне әсер ететін препараттар олар адренергиялық препараттар деп аталады, адренергиялық. Енді симпатикалық жүйке жүйесі қай кезде іске қосылады? Симпатикалық жүйке жүйесі адам қатты қорыққанда, адам қатты ашуланған кезде, немесе қатты қуанған кезде, стресс кезінде іске қосылады. S стресс деп есте сақтасаңыздар, симпатика S стресс деп. Ағылшынша немесе оны fight flight деп атайды. Fight or flight. Сонда төбелес кезінде, ашуланған кезде іске қосылады. Ал парасимпатика симпатикаға қарама-қарсы, бұл адам тыныштық жағдай кезде, адам ұйықтаған кезде, тамақ ішкен кезде іске қосылады. Немесе ағылшынша eat or sleep деп есте сақтасаңыздар болады. Сонда ұйықтаған кезде, тамақ ішкен кезде іске қосылады. Енді осы екі жүйе органдарға қалай әсер етеді? Парасимпатикалық жүйке жүйесі көздің қарашығын тарылтады, симпатика кеңейтеді. Парасимпатика бездерге әсер етіп саливацияны белсендіреді, ал симпатика саливацияны тежейді. Парасимпатика жүйке жүйесі, жүректің жиырылу жиілігін баяулатады, брадикардияны шақырады, брадикардия. Ал симпатикалық жүйке жүйесі жүректің жиырылу жиілігін тездетеді, тахикардияны шақырады. Парасимпатика бронхтарды тарылтады, симпатика бронхтарды кеңейтеді. Парасимпатика ас қорыту жүйесіне әсер етіп, ас қорытуды белсендіреді, ал симпатика ас қорытуды тежейді. Парасимпатика гликогенезді белсендіреді. Гликогенез дегеніміз глюкозаның артық мөлшері бауырда қор болып жиналуын айтамыз. Ал симпатикалық керісінше гликогенезді тежейді. Және симпатикалық жүйке жүйесі адреналиннің секрециясын белсендіреді. Парасимпатикалық жүйке жүйесі ішекке әсер перистальтиканы секрецияны күшейтеді. Мысалы, асқазанда, ішектерде әртүрлі секрецияны күшейтеді. Ал симпатикалық жүйке жүйесі перистальтиканы секрецияны тежейді. Парасимпатика қуықты жиырылтады. Қуықтың бұлшықеттері детрузор бұлшықеттер деп аталады. Сол детрузор бұлшықеттерін жиырылтады. Ал симпатикалық жүйке жүйесі қуықты босаңсытады. Осы слайдта біз ацетилхолиннің синтезі, сақталуы, бөлінуі және ыдырауы жайлы талқылаймыз. Симпатикалық және парасимпатикалық жүйке жүйесі пресинапстық және постсинапстық нейрондардан тұрады. Сигнал берілу үшін бізге нейромедиатор қажет. Парасимпатикалық жүйке жүйесінде пресинапстық нейрондардан ацетилхолин бөлінеді, және постсинапстық нейрондардан да бізде ацетилхолин бөлінеді. Ацетилхолин бөлінгеннен кейін органдардағы рецепторлармен байланысып, өз әсерін көрсетеді. Енді ацетилхолин қалай синтезделеді? Ол үшін бізге холин керек. Холин тамақтың құрамында болады, тамақпен бірге бізге организмге түседі, нейрондарға келеді, арнайы тасымалдаушы арқылы нейрондардың ішіне тасымалданады. Тасымалданғаннан кейін холин нейронның ішінде ацетил коэнзимімен бірге қосылып, холин ацетил трансфераза деген ферменттің арқасында ацетилхолин синтезделеді. Синтезделген ацетилхолин арнайы везикулдың ішінде сақталады. Мынау ацетилхолин молекуласы сақталғаннан кейін сигнал келген кезде синапстық кеңістікке бөлініп шығады. Сигнал бізде натрий арқылы келеді. Натрий әрекет потенциалына келеді. Әрекет потенциалы келгеннен кейін кернеуге сезімтал кальцийдің каналдары ашылады да, кальций нейронның ішіне енеді. Енгеннен кейін мынау везикулдардың ішіндегі ацетилхолин кеңістікке босап бөлініп шығады. Бөлініп шыққаннан кейін ацетилхолин арнайы рецептормен байланысады, органдардағы немесе постсинапстық нейрондардағы байланысып өз әсерін көрсетеді. Ал артық мөлшер ацетилхолиннің ацетилхолин эстераза деген ферменттің арқасында холинге және ацетатқа дейін ыдырайды. Ацетат бүйрек арқылы сыртқа шығарылады, ал холин болса бізде қайтадан кері тасымалдаушыға барып, қайтадан кері тасымалданып, қайтадан ацетилхолин синтезіне қатысады. Енді мына жерде ботулиндік токсин бар. Ол ботулиндік токсин дегеніміз бізде кластридиум ботулинум деген бактериядан бөлінетін токсин. Бұл анаэробты бактерия, көбінесе жаңағы дұрыс сақталмаған колбаса немесе әртүрлі консервалардың құрамында болады ішінде. Бұл организмге түскеннен кейін ботулиндік токсин қалай әсер етеді? Мысалы, жаңа айттым, кальций ол ацетилхолиннің бөлінуіне әсер етсе, кальций болмаса ацетилхолин бөлінбейді.
Ал керісінше ботулиндік токсин осы ацетилхолиннің бөлінуін тежейді, тоқтатады, блоктайды былайша айтқанда. Егер ацетилхолин бөлінбейтін болса, онда сигнал берілмейді. Жаңа айттым, ацетилхолин ол соматикалық жүйедегі біздің еркімізге бағынатын бұлшықеттердің сигналына қажет. Ацетилхолин болмаса бұлшықеттер қозғалмайды. Сондықтан ботулиндік токсин бұлшықеттердің параличіне алып келеді, және тыныс бұлшықеттерінің параличіне әкеледі де тыныс алуды қиындатады. Сол арқылы адамды өлімге дейін әкелуі мүмкін. Холинергиялық рецепторлардың екі түрі болады: мускариндік және никотиндік рецепторлар. Никотиндік рецепторлар лигандпен басқарылатын иондық каналдардың түрі. Лиганд дегеніміз мысалы ол кез келген рецептормен байланыс алатын зат. Ол нейромедиатор болуы мүмкін, препарат болуы мүмкін, немесе гормон, токсиндер болуы мүмкін. Мысалы бұл жерде лиганд ол ацетилхолин. Ацетилхолин рецептормен байланысқаннан кейін, мына жерде көрсетілгендей, иондық каналдар ашылады. Ашылғаннан кейін иондар ішке енеді. Ол иондар натрий болуы мүмкін, калий болуы мүмкін, кальций болуы мүмкін. Енгеннен кейін, мысалы нейрон егер бұлшықетті алатын болсақ, сол нысана органдардың деполяризациясына келеді. Келесі ол мускариндік рецепторлар. Бұл рецепторлар G протеинмен байланысқан рецепторлар, суретте көрсетілген. Мынау G протеиннің басы, мынау құйрығы. G протеин өзі 3 бөліктен тұрады: альфа, бета және гамма бөліктен тұрады. Ацетилхолин кеп осы рецептормен байланысқаннан кейін, мынау альфа бөлігі негізі ГДФ пен байланысқан болады. ГДФ дегеніміз гуанин дифосфат. Ацетилхолинмен байланысқаннан кейін ГДФ бізде ГТФ-қа ауысады, гуанин трифосфатқа. Гуанин трифосфатпен байланысқаннан кейін альфа бөлігі бізде бета және гамма бөлігінен бөлініп шығады. Бөлініп шыққаннан кейін альфа бөлігі барып екіншілікті мессенджерлерді активтендіреді. Мускариндік рецепторлардың 5 түрі болады: М1-ден М5-ке дейін. М1, М3, М5 бізде қоздырғыш рецепторлар, ал М2 және М4 олар тежегіш рецепторлар. М4 пен М5-тің клиникалық маңыздығы өте төмен. Сондықтан осы лекцияда біз М1-ден М3-ке дейінгі рецепторларды қарастыратын боламыз. Енді мускариндік рецепторлардың орналасуы: М1 бізде орталық жүйке жүйесінде орналасқан, орталық жүйке жүйесінің қозуына және жад, есте сақтау қабілетіне жауапты, және асқазанның париетальды жасушаларында орналасқан, асқазан қышқылының бөлінуін күшейтеді, ацетилхолинге байланысқан кезде, және сілекей бездерінде сілекейдің бөлінуін күшейтеді. М2 рецептор бізде жүректе орналасқан, ацетилхолин байланысқан кезде жүректің жиырылу жылдамдығын төмендетеді, жиырылу күшін төмендетеді және атриовентикулярлы түйіннің өткізгіштігін төмендетеді. Және М3 рецепторлар бізде тегіс салалы бұлшықеттерде орналасқан. Бұл тегіс салалы бұлшықеттерді жиырылтады. Мысалы М3 бізде ас қорыту жолдарында орналасқан. Ас қорыту жолдарында бұлшықеттерді жиырылтып, ас қорыту жол, мысалы ішектердің моторикасын, перистальтикасын күшейтеді. Немесе М3 бізде мысалы бронхтарда орналасқан. Бронхтарда тегіс салалы бұлшықеттерді жиырылтып, бронхтардың спазмын шақырады. Және экзокринді бездерде орналасқан. Экзокринді бездерде секрецияны күшейтеді. Келесі никотиндік рецепторлар екі түрі бар: NM және NN. NM бізде М дегеніміз ағылшынша айтқан кезде масыл деген сөз, бұлшықет, қаңқа бұлшықеттерінде орналасқан және қаңқа бұлшықеттерінің жиырылуын шақырады. Ал N дегеніміз нейрон деген сөз, орталық жүйке жүйесінде орналасқан. Орталық жүйке жүйесінің қозуына әсер етеді және бүйрек үсті безінде орналасқан. Бүйрек үсті безінде ацетилхолин байланысқан кезде адреналиннің бөлінуін күшейтеді. Енді препараттар, холинергиялық препараттардың 3 түрі бар: холинергиялық агонистер немесе холиномиметиктер, холинергиялық антагонистер немесе холиноблокаторлар және антихолинестеразалық препараттар. Холиномиметиктер дегеніміз ол парасимпатикалық жүйке жүйесін іске қосады және парасимпатикалық жүйке жүйесі секілді әсер етеді. Ал холиноблокаторлар дегеніміз бұлар парасимпатикалық жүйке жүйесін блоктайды, ацетилхолиннің әсерін блоктайды. Ацетилхолин рецепторларының агонистері немесе холиномиметиктер. Бұл топқа бетаникол, карбахол, метахолин, пилокарпин деген секілді препараттар жатады. Бұлардың барлығы ацетилхолиннің аналогтары болып табылады. Бірінші препарат бұл бетаникол. Алдыңғы слайдтарда айтып өткем, ацетилхолин нервтің ұшынан бөлініп шыққаннан кейін ацетилхолин эстераза деген фермент арқылы гидролизге ұшырайды, немесе ыдырайды деп. Бірақ бетаникол препараты
осы ацетилхолинэстераза ферменті арқылы ыдырамайды. Бетаниколдың никотиндік рецепторларға әсері жоқ, бірақ мускариндік рецепторларға әсері өте күшті. Қуық пен асқазан ішек жолдарын тегіс бұлшықеттеріне әсер етеді. Әсер ету ұзақтығы шамамен 1 сағат және клиникада атоникалық қуықты емдеуге қолданылады. Атоникалық қуық дегеніміз ол қуықтың тонусының жоғалуы немесе болмауы. Мысалы, симпатикалық және парасимпатикалық иннервация деп бар дедік жаңа. Симпатикалық иннервация ол қуықты босаңсытады, ал парасимпатика қуықты жиырылтады. Егер операция кезінде немесе авария кезінде осы парасимпатикалық иннервацияға зақым келетін болса, немесе хирург кесіп кететін болса, онда қуық дұрыстап жиырылмайды, пациентте зәрдің тоқтауы байқалады. Осы кезде біз бетаникол тағайындаймыз. Негізгі жаңа мәселелер ол диарея, диафорез, терлеу, миоз, көздің қарашығын кішіреуі, сосын пациентте құсу, жүрек айну және зәрдің тоқтамауы секілді жаңа мәселелер болуы мүмкін. Екінші препарат бұл карбахол. Бұл препаратты ацетилхолинэстеразаға төзімді, жергілікті көзге қолданады, тамшы ретінде, және әсер ету ұзақтығы 24 сағатқа дейін сақталады. Никотиндік және мускариндік рецепторларға белсенді. Жаңа айтып өттім, қарашықтарды тарылту үшін жергілікті қолданады деп офтальмологияда, және офтальмологияда глаукома деген ауруды емдеу үшін қолданамыз. Глаукома дегеніміз ол көзішілік қысымның жоғарылауы, ал карбахол көзішілік қысымды төмендетеді. Қалай әсер етеді? Қарашықты тарылтады. Қарашықтың тарылуы бізде ол миоз деп аталады, ал қарашықтың кеңеюі ол бізде мидриаз деп аталады. Енді пилокарпин никотиндік және мускариндік рецепторларды ынталандырады, гематоэнцефальды барьерден өте алады және миға барып кейбір пациенттерде ұстама тудыруы мүмкін. Карбахол секілді глаукоманы емдеу үшін қолданамыз. Және Шегрен синдромы деген бар. Бұл синдром аутоиммунды ауру, пациентте ауыздың және көздің құрғауымен көрінеді симптомдары. Бұндай пациенттерге біз пилокарпинді таблетка түрінде береміз. Таблетка түрінде берген кезде пилокарпин парасимпатика жүйесін қоздырып, сілекей бездерінде сілекейдің бөлуін ынталандырады және жас безінде жастың бөлуін ынталандырады. Және одан бөлек муковисцидоз деген патология бар. Муковисцидоз дегеніміз өкпеде шырыштардың жаңағы қоюлануы. Шырыштар қоюланады да өкпеден дұрыстап сыртқа шықпайды. Пациентте бронхит, пневмония секілді патологиялар жиі кездеседі. Бұл кезде біз теріс ағын жасаймыз. Пилокарпинді қолданып, мынау суретте көрсетілген, біз пилокарпинді пациенттің қолына себеміз, қолына жағамыз, содан кейін жаққаннан кейін бұл жерге электрод орналастырып, сол жерге біз симуляция жасаймыз. Симуляция жасаған жерде тер аға бастайды. Соны аққан терді біз жинап аламыз да лаборант, содан кейін соның құрамын зерттейтін болады. Егер құрамында хлордың мөлшері көп болатын болса, тердің құрамында, онда муковисцидозға күдік жоғарылайды. Пациентте муковисцидоз болуы мүмкін деген сөз. Келесі препарат бұл метахолин. Метахолин астманың диагностикасы кезінде қолданады, ингаляция жасау арқылы. Мына суретте көрсетілген. Метахолин өкпеге бронхтарға барғаннан кейін бронхтардың орналасқан М3 рецепторларымен байланысып, мускариндік рецептормен байланысып, бронхтарда бұлшықеттерді жиырылтады. Бронхтардағы бұлшықеттер жиырылғаннан кейін тегіс салалы бұлшықеттер, бронхтар тарылады. Егер пациентте астмаға деген күдік болатын болса, пациентте астма болатын болса, онда бронхтар тарылғаннан кейін пациентке ауа жетпей, пациентте демікпе пайда болады, цианоз пайда болады. Егер сондай симптомдар өте күшті көрінетін болса, онда пациентте астма болуы мүмкін деген сөз. Осы арқылы метахолинмен диагностика жасалынады. Енді никотиндік рецепторлардың агонистері екі препарат бар. Ол бірінші никотин, барлығымыз білетін темекінің құрамындағы. Қазіргі кезде никотиндік препараттар жеке шығарылады, жаңағы сағыз ретінде немесе никотиндік патч ретінде, олардың барлығы никотинге тәуелділікті емдеу үшін қолданылады. Одан бөлек цитизин тыныс алу орталығын рефлекторлы қоздырады. Тыныс жеткіліксіздігі кезінде немесе тыныс тоқтаған кезде цитизинді енгізуге болады, бірақ цитизин қазіргі кезде өте сирек қолданылады. Бірақ одан бөлек цитизин никотиндік тәуелділікті емдеуге де қолдануға болады. Мысалы, табекс деген препарат бар. Табекс препараты темекіні тастағысы келетін адамдарға осыны никотиндік тәуелділікті емдеу үшін қолданылады. Холинэстераза ингибиторлары мускариндік және никотиндік рецепторларды ацетилхолиннің белсенділігін арттырады. Бұл препараттарға жатады неостигмин, придостигмин, физостигмин,
эдерафони және донепизил. Жаңа айтып өткем, асетилхолин бөлінгеннен кейін асетилхолиндік рецепторлармен байланысып, өз әсерін береді, мускариндік, никотиндік рецепторлармен байланысып. Одан бөлек артық мөлшері асетилхолин эстераза деген ферменттің әсерінен ыдырайды холинге және ацетатқа дейін. Бірақ берілген препараттар, жаңа айтып өткен неостигмин, пиридостигмин және басқалары, бұлардың барлығы осы асетилхолин эстераза деген ферментті тежейді. Егер бұл фермент тежелетін болса, онда асетилхолин синапстық кеңістікте ыдырамайды, және синапстық кеңістікте асетилхолиннің мөлшері концентрациясы жоғарылайды. Концентрациясы жоғарылаған сайын асетилхолиннің әсері күшейеді. Бірінші препарат ол донепизил. Бұл препарат гематоэнцефальды барьерден миға де өте алады. Миға өтіп, орталық жүйке жүйесінің синапстарына таңдаулы әсер етеді. Үлкен кісілерде Альцгеймер ауруын емдеуге қолданылады. Альцгеймер дегеніміз үлкен кісілерде есте сақтау қабілетін төмендеуімен жүретін ауру. Және бұл препарат мида асетилхолиннің концентрациясын жоғарылатып, есте сақтау қабілетін жақсартады үлкен кісілерде. Бұған ұқсас препараттар ол галантамин және ривасигмин. Екінші препарат ол эдерафони. Бұл қысқа әсер ететін асетилхолин эстераза ингибиторы. Әсер ету ұзақтығы өте қысқа, 10-20 минут, себебі бұл препарат бүйрек арқылы тез сыртқа шығарылады. Және бұл препарат миастения гравис ауруын диагностикалауда қолданылады. Енді хобл немесе өкпенің созылмалы обструктивті ауруы және асқазан жарасы кезінде холинергиялық препараттарды қолдануға болмайды, немесе қолданса да сақтықпен қолдану керек. Себебі бұл препараттар хобл және асқазанның жағдайын нашарлатуы мүмкін. Мысалы, асетилхолин агонистері және асетилхолин эстераза ингибиторлар, тежегіштері. Мысалы, өкпеде асетилхолиннің мөлшерін жоғарылатып, парасимпатика жүйесін күшейтіп, бронхоспазм шақыруы мүмкін, өйткені асетилхолин бронхтарды тарылтады. Және бұл өкпенің обструктивті ауруын өршуіне алып келеді. Ал асқазанда болатын болса, асетилхолин асқазан қышқылының бөлуінің күшейтеді және ояқ жарға алып келуі мүмкін. Егер пациентте жара болатын болса, онда жараны одан сайын ушықтырады. Физостигмин бұл холиноблокаторлардың артық дозалануын емдеуде қолданылады. Мысалы, атропин және скополамин деген препараттармен пациент уланатын болса, физостигмин солардың әсерін қайтарады. Және миорелаксанттардың әсерін жояды. Бұл препараттардың жаңа мәселелері ол асқазан ішек жолдарында іштің бүріп ауруы, спазм шақырады, көзде миоз шақырады, қарашықтың тарылуы, қан қысымының төмендеуі және брадикардия. Енді антихолинергиялық заттармен улану, ол классикалық себебі бұл органофосфаттар. Органофосфаттар ол жәндіктерге, жаңа зиянкестерге қарсы пестицидтерде кездеседі. Және бұл препараттар, органофосфаттар асетилхолин эстеразаны тежейді. Органофосфаттар мына неде көрсетілген слайдта асетилхолин эстеразаны тежейді. Егер асетилхолин эстераза тежелетін болса, асетилхолиннің мөлшері артады, асетилхолин мөлшері артып, пациентте парасимпатикалық жүйке жүйесі қосып кетеді. Енді антихолинергиялық заттармен уланған кезде пациентте қандай симптомдар болады? Бірінші, асқазан ішек жолдарының моторикасының артуы, пациентте жүрек айну, құсу, диарея, құрысулар болуы мүмкін. Және секреторлық бездердің секрециясының артуы, мысалы терлеу, сілекей нағуы, лакримация, көзден жас ағу. Және қуыққа әсер етіп, детрузордың жиырылуын шақырады. Пациент зәр шығару, зәрді ұстамау. Негізгі сондағы ең негізгі симптомдар ол диарея, сілекей нағуы және зәрді ұстамау. Антихолинергиялық заттармен улану, мысалы көздерге қалай әсер етеді? Көздерде қарашықтың тарылуы миозды шақырады. Бұлшықеттерде басқарылмайтын жиырылулар, бұлшықеттер жиырылады, өз бетімен және тырысулар болады. Және орталық жүйке жүйесінің рецепторлары ол сананың шатасуы, летаргия және құрысулар болады. Енді классикалық жаңағы симптомдар, мысалы мынандай есеп болуы мүмкін. 44 жастағы фермер жедел жәрдемге тыныс алудың қиындауына шағымданады. Өкпеде шулы сырылдар бар. Сондай-ақ пациентте диарея және кіші дәретті ұстай алмайтын айтады. Есі анық емес, көз қарашығы тарылған, тершең, сілекейі мен көз жасы тоқтамай ағып жатыр, және тамыр соғысы 30. Бұл классикалық және органофосфаттармен уланудың ең негізгі симптомдары. Мысалы, органофосфаттарды қолданған кезде көбінесе
маска кию керек, қорғану керек, себебі олар өте улы. Енді органофосфатпен уланған кезде оны қалай емдейміз? Бірінші препарат ол атропин. Атропин ол мускариндік антагонист. Бұл немесе мускариндік блокатор. Бұл жаңағы мускаринді рецепторларын блоктайды, ацетилхолиннің әсерін тежейді. Және пролидоксим бұл ацетилхолин эстераза ферментін қалпына келтіреді. Егер ацетилхолин эстераза ферменті қалпына келетін болса, онда ацетилхолинді ыдыратады, ацетилхолиннің концентрациясын төмендетеді. Сонда холинергиялық улануға қарсы дәрі ацетилхолин эстеразамен байланысады және органофосфаттарды ығыстырады. Холинергиялық антагонистер немесе холиноблокаторлар бұл топқа жатады атропин және скополамин, ең негізгі екі препарат. Жаңа айтып өткенде, парасимпатикалық жүйке жүйесін біз қазір талқылап жатырмыз. Холинергиялық препараттар олар парасимпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Аденергиялық препараттар симпатикалық жүйке жүйесіне әсер етеді. Пресинапстық нейрондардан ацетилхолин бөлінеді, постсинапстық нейрондардан ацетилхолин бөлінеді, және ацетилхолин бөлінгеннен кейін мускариндік рецептормен байланысып өз әсерін көрсетеді. Ал холиноблокаторлар, жаңа атропин, скополамин, бұлар осы мускариндік рецепторлерді блоктап, ацетилхолиннің әсерін тежейді. Атропиннің органдарға әсері бірінші көзге қалай әсер етеді? Көзге әсер етіп, көздің қарашығын кеңейтеді. Жүрекке әсер етіп, жүректің жиырылу жиілігін жоғарылатады, брадикардия кезінде қолданылады. Және өкпеге қалай әсер етеді? Бронходилатация, бронхтарды кеңейтеді және өкпеден бөлінетін секрецияларды азайтады. Асқазан қышқылын секрециясын төмендетеді. Шектің моторикасын төмендетеді және қуықты босаңсытады. Атропиннің әсері ацетилхолинге қарама қарсы. Ацетилхолин ол парасимпатика жүйке жүйесінің нейромедиаторы. Егер ол көз қарашығын төмендетсе, кішірейтсе, атропин көз қарашығын кеңейтеді. Ацетилхолин жүректің жиылу жиілігін бәсеңдетсе, атропин жоғарылатады деген секілді. Енді атропиннің жаңа мәселелері ол гипертермия, жаңағы температураның көтерілуі, тахикардия, терінің құрғауы, тамырлардың кеңеюі, қызару, көз қарашығының ұлғаюы, галлюцинациялар, қозу шақыру мүмкін және зәр шығарудың тоқтауы және іштің қатуы. Скополамин ол теңіз ауруын емдеу үшін қолданамыз. Теңізге шыққан кезде кейбір пациенттерде бас айналып, жүрек айнып, қайта-қайта құса береді. Соған байланысты біз скополаминді тағайындаймыз. Ол неліктен теңіз ауруы пайда болады? Себебі орталық жүйке жүйесінде ацетилхолин мен гистаминнің белсенділігінің артуына байланысты. Соған байланысты пациентте жүрек айну, құсу секілді симптомдар байқалады. Біз скополаминдік патч тағайындаймыз. Ол М1 рецепторларын блоктайды орталық жүйке жүйесіндегі, және антигистаминді препараттарды қолдануға болады. Мысалы, меклизин, димегидинат деген бұл препараттар тоже М1 рецепторларды блоктап, пациентте теңіз ауруын алдын ала алады. Және жаңа мәселелері ауыздың құрғауы, зәр шығарудың тоқтауы және іш қату. Мидриаз дегеніміз көздің қарашығының ұлғаюы. Көзі тексеру үшін қарашықты кеңейтеміз. Офтальмологияда кеңінен қолданылады. Оған көзді кеңейту үшін антихолинергиялық препараттар жиі қолданылады. Мысалы, тропикамид, гаматропин, циклопенталат, атропин, скополамин деген препараттар, бұлар офтальмологияда көздің қарашығын кеңейту үшін және көздің түбін зерттеу үшін қолданылады. Енді гиперактивті қуық. Гиперактивті дегеніміз қуықтың активтілігі өте жоғары және ол жиырылу тоқтамай жиырылады. Соған байланысты кейбір пациенттерде зәрдің ұстамауы болуы мүмкін. Бұл кезде біз қуықтың бұлшықеттерінің жиырылуын бәсеңдетеміз. Егер жиырылу бәсеңдейтін болса, онда пациентте зәрдің ұстамауы төмендейді. Ол детрузив бұлшықеттерінің жұмысын тежейміз. Оған біз антихолинергиялық заттар тағайындаймыз. Оларға жатады оксибутинин, солифенацин және тольтеродин деген препараттар. Енді басқа да ацетилхолиннің антагонистері, оларға мысалы өкпенің созылмалы обструктивті ауруын және астманы емдеу үшін қолданатын препараттар ипротропий және тиотропий. Бұл препараттар бронхтарда орналасқан М3 рецепторды блоктап, бронхтарды кеңейтеді. Астма және хобл кезінде қолданылады. Және одан бөлек тыныс алу жолдарын секрециясын төмендететін препарат негізінен операция алдында қолданылады және бұл препараттарға жатады гликопиролат. Келесі препараттардың тобы бұлар миорелаксанттар. Миорелаксанттарға жатады тубакурарин, атракури,
мивакури, панкурони, викурони және рокурони. Бұл препараттар қалай әсер етеді? Жаңа айтып өткендей, соматикалық жүйеде нервтар бұлшықеттерді нервтендіреді, бірақ бұл жерде ганглий болмайды. Тікелей жұлыннан шыққан нерв бұлшықетке дейін барады, және бұлшықетте никотиндік рецепторлар орналасады. Никотиндік рецепторлерге бізде мысалы ацетилхолин бөлінеді нервтің ұшынан, және никотиндік рецептормен байланысады да, сосын бұлшықеттерді жиырады. Сол секілді, мысалы мына жерде көрсетілген схемада мынау ацетилхолин нейронның ұшынан бөлінген. Қалыпты жағдайда ацетилхолин мұнда бұлшықеттердегі никотиндік рецептормен байланысқаннан кейін натрий каналын ашады. Натрий каналы ашылғаннан кейін натрий бұлшықеттің ішіне еніп, деполяризациясын шақырады бұлшықеттің. Деполяризация дегеніміз натрий енгеннен кейін бұлшықет жиырылады. Ал миорелаксанттар болса, осы нені рецепторларды блоктайды. Блоктағаннан кейін ацетилхолин байланыс алмайды рецепторлармен. Ацетилхолин егер байланыспайтын болса, натрий каналдары ашылмайды, және натрий енбейді. Егер натрий енбейтін болса, бұлшықет жиырылмайды. Миорелаксанттардың клиникада қолданысы. Ең бірінші, бұл препараттар эндотрахеалды интубацияны жеңілдету үшін қолданылады. Мысалы, пациент операция алдында интубация жасайды. Сол интубация жасаған кезде бұлшықеттердің барлығы егер тырысып тұрған болса, онда интубацияны жасау өте қиын болады. Ал миорелаксанттар өздеріңіз білетіндей бұлшықеттердің бәрін полежикке сұратады, бұлшықеттердің бәрін босаңсытады. Босаңсыған бұлшықеттерден интубация өте жеңіл жасалады. Және операция кезінде егер хирург мысалы бұлшықеттерге операция жасайтын болса, немесе іш қуысына операция жасайтын болса, бұлшықеттерді кейде кесу керек болады, кейде ашу керек болады. Сол кезде бұлшықеттер бос күйінде болатын болса, онда операция жеңіл өтеді. Сонда миорелаксанттар бұлшықеттерді паралитикке сұратады, босаңсытады. Мына слайдта берілген шөптің аты Chondrodendron tomentosum. Бұл шөптің жаңағы сығындысын бұрында Амазонка тайпасының аңшылары жебенің ұшына жағып, аңдарды парализациялау үшін қолданған. Аңдарды атып, аңға тигеннен кейін аң паралитикке ұшырайды. Бұл қазіргі кезде кураре деген атпен танымал, кураре. Және бұл шөптің құрамындағы активті ингредиент ол тубаркурарин. Тубаркурарин ол медицинада алғаш рет қолданған миорелаксант. Енді миорелаксанттардың әсерін қалай қайтарамыз? Ол үшін біз ацетилхолинэстеранның блокаторларын, тежегіштерін береміз. Мысалы, физостигмин, неостигмин, притостигмин, эдрофони деген препараттар осы миорелаксанттардың әсерін кері қайтарады. Осымен лекция аяқталды. Назарларыңызға рахмет.